Барлықтарыңызға сәлем. Жақсыгүлдің азғанысы каналына қош келдіңіздер. Видеоны бастамай тұрып, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий басуларыңызды сұраймын. Ең алдымен ұнымызды електен өткіземіз. Одан кейін 2 дана жұмыртқамызды қосамыз. Дәміне қарай тұзын саламыз. Одан кейін 2 қасық сұйық май қосамыз, және де 200 мг су қосамыз да жақсылап тұрып араластырамыз. Көп мөлшерде су қосуды қажет етпейді, нанымызды тығыздап үйлеуіміз керек. Одан кейін жақсылап тұрып иығын қандырамыз нанымыздың. Маған әрі қарай ыдыста нанды илеу ыңғайсыз болғандықтан мен столдың үстіне қойып, тағы да бір 10-15 минуттай илеп шықтым. Дұрыстап тұрып, иығы қану керек, комочкалардың барлығы кету керек. Мен үшін нанның иығы осы жеткілікті деп ойлап, мен оны салафанға салып, ары қарай тынықтырып қойдым. Ендігі кезекте етімізді алып, оны майдалап тураймыз. Өзімізге ыңғайлы етіп тураймыз. Етімізді турап болғаннан кейін асқабаққа кірісеміз. Оны 2-ге бөлеміз, және де ішіндегі дәндерінен тазартамыз. Мен бұл дәндерді ешқайда тастамаймын. Кейіннен оны жуып, кептіріп, әрі қарай салаттарға пайдаланамын. Асқабақты өзімізге ыңғайлы етіп турап аламыз. Сыртын ашып дайындап қоямыз. Дайындап қойған асқабағымызды тағы да өзімізге ыңғайлы етіп 4 бұрыштылеп тураймыз. Асқабақты турап алғаннан кейін пиязға кірісеміз. Сыртын ашимыз. Неғұрлым пияз көбірек болса, соғұрлым мантымыз дәмді болып шығады. Пиязымызды өстіп майдалап аламыз. Әркім енді өзіне қарай ыңғайлы қылып турайды. Дайын болған пиязымызды туралып тұрған ет пен асқабаққа қосамыз. Одан кейін сарымсағымызды да сыртын тазалап, сарымсақты мен турамас бұрын үстінен басып аламын. Одан кейін барып майдалаймын. Дайын болған сарымсақты етке, сәбізге, жуаға қосамын.
Дәміне қарай тұзын, қара бұрышын, қызыл бұрышын және де мен шамалы копченая паприка мен зира қостым. Шамалы майлы болсын деген ниетпен үстінен 2-3 ас қасық сұйық май қостым. Енді фаршымызды дұрыстап тұрып араластырып аламыз. Фаршымызды осылай елеп қойғаннан кейін мен суды дайындай бастадым. Ішіне сұйық май құйдым, тұз салдым дәміме қарай, өзіме ұнайтындай етіп. Ендігі кезекте біз бағанағы дайындап қойған нанымызды аламыз. Тағы да бір рет оны жақсылап тұрып илеп шығамыз. Және де мен өзіме ыңғайлы етіп, оны 4 бөлікке бөлдім. Төрт бөліктің біреуін алып, мен оны тағы да бірнеше бөліктерге бөлдім. Бірнеше бөліктерімді кішкентай етіп, оларды домалақтап дайындап қойдым. Нандарымызды жұқа қылып ысып аламыз. Одан кейін ішіне фаршын салып өреміз. Келесі бір видеода мен қалай өргенімді асықпай етіп шортс ретінде салып қоямын. Қысқа видеода дайын болған мантыларымызды қайнап тұрған суымызға 40-45 минутқа қойып пісіріп аламыз. Мінекей, бүгінгі біздің асқабақ қосылған мантымыз дайын. Егер де сіздерге видео ұнаса, каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жасауларыңызды ұмытпаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.